Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Көктемнің алғашқы күні еліміздің ең басты мерекелерінің бірі. Әрбір адамның жүрегіне жақын. Қазақстандық патриотизмнің, достықтың, мәдени әртүрліктің ұлы күні болды. Өйткені 150-ден астам этностың әрқайсысын өзіндік бірегей ерекшелігі бар. Және олардың барлығы біздің біртұтас ұлымызға бірегей артықшылық береді. 1 марта народ Казахстана отмечает День благодарности. Помни и гордись своей историей. Это один из основных посылов праздника. 1 марта весь Казахстан отмечает один из самых добрых и светлых праздников. Жалпы ұлттық бірлікті нығайту әрқашан Қазақстанның мақсаты болады. Алғыс айту күні бұл мереке бірлік пен ортақ тарихи естелікті бейнелейді. Қуғын сүргін жылдары ел миллиондаған адамды қабылдады. Және 1 наурызда көптеген этностардың өкілдері төзімділік үшін бір-біріне алғыс айта алады. Учитывая исторические факты и в целях укрепления единства народа Казахстана, первый президент Республики Казахстан на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана выступил с предложением об учреждении 1 марта Днем благодарности всех этносов друг другу. По инициативе первого президента 1 марта 1995 года был подписан указ об образовании Ассамблеи народа Казахстана. И сегодня, спустя 27 лет, с гордостью можем сказать, что мы одна страна и у нас одна судьба. Начиная с 2016 года в Казахстане отмечается новый праздник – День благодарности, и дата его официального ежегодного празднования назначена на 1 марта. Алғыс айту күні бұл қайғылы оқиғалардың нәтижесінде Қазақстанға келген түрлі этностардың миллиондаған адамдарын бауырластықпен қабылдап, оларға қамқорлық пен қонақжайлық көрсеткен қазақ жері мен халқына тағзым ету. Қазақ халқы олардың қайғысын өз халқы ретінде қабылдады. Және бұл біздің еліміздегі әртүрлі этностардың адамдары арасындағы қарым-қатынастың моральдық өлшемі болды. Алғыс айту күні бұл қиын кезеңдерді бастан кешірген және қысқа мерзім ішінде елбасының басшылығымен ортақ күш-жігермен тәуелсіз Қазақстанды құрған еліміздің барлық азаматтарының бір-біріне деген құрметті. Ұлт көшбасшымыздың қызметінің арқасында республикада егеменді мемлекет тарихи үшін негіз қалаушы болып табылатын оқиғалардың едәуір саны орын алды. Қазаққа дархан рахмет, салт санасын сіңірген, жеріме байтақ рахмет, таза ауа үшін сіңірген, жарыма айтам мың алғыс, сыйлаған ол қыз түсінген, барша әлем саған рахмет, әр күнім үшін кешірген. Бүгін Қазақстанда рахмет күні. Бүгін барсына да бір-бірсіне рахмет айтады. Бір тамчы саудан, мұнда қатлы-қаршлы рахметлі болы, елге бір тапқырай шындай байрам ұза. Рахметні біреуді ұнытмасын, елде тынычлық, һәм тынычлық болсын, халқы яшлық көрсін. Дякую батькам скажу за все, що в житті моєї є. Цінувати мене ви навчили. Добро, участь і честь. Здорові будьте, дорогії. Завжди мені важлива ваша порада. За теплоту дякую я. Дорожче вас, адже в світі немає.